Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, алла тағала баршамызға пайдалы қайырлы ілімдер нәсіп етсін. Осы дініміздің таралуына, осы дінімізді жер бетіне алып келген пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның сара сүннетіне, әкелген дініне берік болуды баршамызға нәсіп етсін. Ілгері мұсылмандар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне қалай берік болған болса, одан кейін келген мұсылмандарды, яғни біз бен сіздерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне берік болуды нәсіп етсін. Ілгері мұсылмандар қалайша ілімге, ғылымға ғашық болған сияқты, кейінгі біз бен сіздерді алла тағала ғылымға, ілімге ғашық етсін. Біз сіздермен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін насихаттайтын, Алла елшісінің ерекше тұлға екенін баяндайтын имам Қади Ияд рахимахуллаху тағаланың Аш-Шифа бит-Та'рифил Хуқуқил Мустафа, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хақлары мен міндеттеріне қатысты ислам тарихындағы сөзсіз тамаша еңбектердің бірі Шифа кітабын оқудамыз. Және біз сіздерге баяндаған болатынымыз, бұл Шифа кітабы имам Қади Ияд 4 негізгі бөлімге бөлген. Сол бірінші бөлімі қасиетті Құран кәрімдегі Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәрежесін көтеруіне қатысты аяттар топтастырған. Сол 6-шы топтама Алла тағаланың қасиетті Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мейірімділік танытуы, немесе Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жанашырлық танытуының көріністері. Қалайша Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша ерекше көңіл бөліп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ауыртпашылық түсуін қаламағандығы жайлы аяттармен бөлісетін боламыз. Жалпы имам Қади Ияд болған фима варада мин қаулихи тағала фи джихатихи алейхи салам маурида шафақати вал икрам, яғни Алла тағаланың қасиетті Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатысты аяттарда мейірімділік және кеңшілік танытып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұмсап танытқан аяттар. Соның ең бірінші аяты қасиетті Құранның Тоха сүресі. Алла тағала Құранда айтады: Қала тағала Тоха ма анзална алейкал Құр'ана литашқа. Тоха бұл Құранның сүрелердің бірі, өзінің атауы Тоха деп аталады. Және бұл Тоха деген сөз негізінде екі әріптен тұратын сөз. То және хә деген арабтың әріптерінен. Бұндай Құранда сүрелерді, немесе осылайша басталатын сүрелерді ғылымда хуруфул мұқаттаға деп атайды, яғни кесілген әріптер деп. Әдетте біз сөз сөйлеген кезде, мысалы үшін айтуымыз мүмкін бала деп, 4 әріптен тұратын сөз. Немесе осы сөзді біз жеке-жеке айтуымыз мүмкін Б, А, Л, А деп бөлек-бөлек айтуымыз мүмкін. Егер бала деген сөз болатын болса, Б, А, Л, А бұлар бас әріптен басталатын сөздер. Екеуінің арасында айырмашылық бар. Тура сол сияқты Құранда кейбір сүрелер әріптермен басталады. Мысалы үшін Тоха сүресі сияқты. Бұндай аяттар, немесе осындай сүрелер Құранда 29 жерде кездеседі. Бұларды хуруфу мұқатта деп аталады. Көпшілігімізге білетін Бақара сүресінде алиф, лам, мим деп басталуы, немесе Ясин деген сияқты сүрелерде Алла тағала Құранның алғашқы сүрелердің алғашқы аятын әріппен бастайды. Оның хикметіміз алдыңғы дәрістерде айтқан болатынбыз, тағы да қайталап өтеміз. Ғалымдарымыз айтады, осылайша Құранда әріппен басталудың себебі, хикметі, Алла тағала не нәрсе қалады, бұл жерде даналық қандай, ғалымдар былай деп түсіндіреді. Білесіздер, қасиетті Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түскен кітап. Және сол уақытта, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құран түскен кезде Араб жазирасы, Араб өлкесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тұрған елді мекен, шешендік өнерде алдына жан салмайтын қауым еді. Яғни олардың ең қатты дамыған дүние ол шешендік өнер. Араб тілінде оны балаға деп атайды. Сондай жоғары деңгейде дамыған еді. Солардың қолданып жүрген шешендік өнердің ең шыңына жеткен уақытта Алла тағала олардың сөздерінен де мықты болған, олардың сөздерінен де басым болатын Құран түсірген. Құранда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам түсірген еді. Және осы Алла тағала қасиетті Құранда
жаңа айтқанымда 29 сүреде әріппен бастауының себебін ғалымдар былай деп түсіндіреді. Алла тағала осы арқылы былай деп баяндайды арабтарға: ей арабтар, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам құрап жүрген, пайғамбар айтып жүрген Құран кәрім сендердің күнделікті өміріне қолданып жүрген 28 әріптен тұратын әріптерді Мұхаммед құрастырып, міне Құран сияқты теңдесі кітап шығарып жатыр. Ал сендерде де сондай мүмкіндік бар. Сендер неге пайғамбарды жынды деп, пайғамбарымызды ғайыптан хабар беруші, пайғамбар ақын деп айыптайсыңдар да, неге Мұхаммед сияқты Құран түсірмейсіңдер? Алла тағала көптеген Құран аяттарында: ей Меккенің мүшриктері, егер Мұхаммедтің айтқан сөзіне сенбейтін болсаңдар, Құран сияқты бір кітап, 10 сүре, бір сүре алып келіңдер деп Алла тағала ашық шайқасқа шақырады. Олар ғылым деңгейінде, ілім деңгейінде Құранға еш нәрсе келтіре алмағаннан кейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түскен Құранға ешқандай қарсылық көрсете алмағаннан кейін, олар еріксіз, ешқандай шаралар қалмай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қылыш көтеруге мәжбүр болды. Бірақ көп деген аяттарда Алла тағала және пайғамбарымыз ашық айқасқа шақырады. Бірақ олардың дәрменсіз болғаннан кейін тілді, яғни сөйлеуді тастап, қылыш ұстауға мәжбүр болған. Осы себепті айтқымыз келеді, Алла тағаланың Құранды көптеген аяттарында әріптермен бастау негізгі мақсат адамдарды ашық айқасқа шақыру. Дәл қазірдің өзінде де, мысалы үшін, адамдар сенбесе, бұл Құран кәрім Мұхаммедтің ойынан шығарған дүние, бұл дейтін қасиетті кітап емес, аспаннан түскен кітап емес, Аллахтың кітабы емес деген сөз айтатын болса, онда сол сөзімізді қайтадан айтылаймыз. Міне арабтардың қолынан 28 әріп сендерде де бар, Құран сияқты кітап алып келіңдерші деп. Бірақ сөзсіз олардың ешқайсысы осы нәрсені алып келе алмайды. Сол себеп, құрметті бауырлар, мән беретін нәрсе, егер сіздер үйлеріңізде Құран оқысаңыздар, немесе Құран аудармасын қарап жатсаңыздар, біліңіздер, Құранда кейбір сүрелер бар, әріппен басталатын сүрелер. Әріппен басталған себебі, әлгі айтқанымыздай, адамдарды сол заманда Мекке мүшриктерін қазіргі кездегі дінге сенбейтін адамдарға ашық айқасқа шақыру. Бізде талап, мүмкіндік бірдей, бірақ Аллах тағаланың шығарған кітабы мен сендердің араларында қандай айырмашылық бар екеніне көңіл бөлу үшін. Уақыт болмай жәге? Ал онда, құрметті бауырлар, біздің ең бірінші айтқымыз келген дүние, Құран кәрімде әріптерден басталатын сүре бар. Оларды біз хуруф мұқаттаға деп айтамыз. Кесілген әріптер деп мағынаны білдіреді. Ол арқылы Алла тағала Мекке мүшриктерін ашық айқасқа шақырған, бірақ олар ешқайсысы Құран сияқты ешқандай кітап келтіре алмаған, тіпті бір сүренің өзін. Енді бұл аятта Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай өзін мейіріміне алады, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалайша жанашырлық танытады. Енді тоха деген сөз негізгі мағынасы жаңа айтқанымызда хуруф мұқаттақ, кесілген әріптер. Алла тағала солайша 29 сүренің басын осылайша бастайды. Одан бөлек те бірнеше мағынасы бар. Сол тоха деген сөздің тағы бір мағынасы, құрметті бауырлар, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем есімдерінің бірі. Мағынасы тохир, яғни жүрегі таза деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, білесіздер, құрметті бауырлар, жер бетіне адамзатқа мейірімдетінде және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрегі тап-таза болып келген. Және Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды осы дүниеде әртүрлі жамандықтан тазалаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің 4 жас кезінде Халима анамыздың құзырында тәрбиеленіп жүрген кезде Алла субхана тағала періште жіберіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрегінен шайтанның үлесін алып, зәм-зәм суымен жуған. Кейін Алла тағала қайтадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көкірегін жауып, сол жаққа өзінің пайғамбарлық мөрін қойған. Сөйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тарапынан пайғамбарлық мөрін келуімен шайтан мүлдем әсер ете алмайтын жағдайға жеткен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзін таза ұстаған. Тіпті Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жан тапсырар кезде, соңғы өлім сәтінде жатқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыздың несінің 2 санына басын қойып жатқан, сондай күйде жатады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең соңғы Айшадан, әйелінен сұраған заттардың бірі: ей Айша, маған леген немесе түсінікті тазик алып кел деп сұрайды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соңғы қажетін өтеп, арғы дүниеге аттанады. Осыған ғасыр ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неге соңғы әрекеттердің бірі дәретін сындыру болды? Өйткені Алла елшісі рабысында қайтар кезде тап-таза күйде қайтуды қалады дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жан тапсырған кезде осылайша болған деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасында болған Айша анамыз жеткізеді.
Енді осы тоха деген сөз мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есімдердің бірі, мағынасы таза деген мағынаны білдіреді. Және бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есімін егер алла сәтін салып қасиетті Мадина қаласына барсаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатқан қабірінде баратын дәлізде, коридорда алла елшісінің есімдері тұр. Сол есімдердің бірі тоха деген есімі. Тағы бір мағынасы, тоха деген сөз мағынасы ей адам немесе ей ер кісі деген мағынаны білдіреді. Бірақ бәрін жинап келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтылатын сөздер дейді. Бұл екінші мағынасы. Ал үшінші мағынасы, құрметті бауырлар, бір тоха деген сөз мағынасы ол аяғыңды жерге бекем ет деген мағынаны білдіреді. Ей Мұхаммед, аяғын жерге бекем ет. Араб тіліндегі жалпы түсінікті болу үшін уатаа деген сөз бар. Уатаа деген сөз мағынасы аяқты жерге бекеп ұстау деген сөз. Ха дегенде кейбір ғалымдар бұл жерде мақсат жер деп түсіндіреді. Я мағынасы ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам аяғыңды жерге бекем ет деген мағынаны білдіреді. Енді бұл жерде не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ей Мұхаммед аяғыңды жерге бекем ет деп айтады? Өйткені құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмметін уайымдап күндіз түні құлшылықта және әсіресе түнгі уақыттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құлшылыққа көп көңіл бөлген екен. Айша анамыздан жеткен риуаят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнде отырып намаз оқитын болған. Сөйтіп намаз оқыған кезде алла елшісінің аяқтары ісітін болған. Кәдімгідей аяқтары ісітін болған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аяқтары ісіп ауырған сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір аяғын көтеріп екінші аяғымен тұрған. Мына енді кейбір кезде болады бізде, әсіресе студенттік кезде, қоғамдық көлікте алыс жерлерге жүретін болсаң, аяғын талып кетеді. Бір аяғын демалту үшін екінші аяққа тұрасың, сосын мына аяғын демалған соң екінші аяққа ауыстырып тұрасың. Мысалы біз Ақши ауылда тұрамыз, автобуспен ауылға барған кезде адамдар көп болады, үлкен кісілердің бәрі орындықта отырады. Сөйтіп 2 сағат, 2,5 сағат ауылға шейін бая пазик автобуспен баратын кезде аяқ шыдатпай ауыртады. Сол кезде демалу үшін кейбір кезде біз бір аяғымызды, оң аяғымызды қоямыз, сол аяқ көтеріп тұрамыз, сосын сол аяқ көтеріп қойып, оң аяқ көтеріп тұрамыз деген сияқты адам аяғы ауырған кезде осындай әрекеттерге істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнгі намазда тұрған кезде аяқтар осынша қатты ауыратын болған. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір аяғын көтеріп демалтып, сосын бір аяғын көтеріп осылайша күйде болған екен. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрмет бар түнгі құлшылығы. Және Айша анамызда сондай сөз бар, түнде ұйықтап жатқан кезде енді әйелі ғой, сөйтіп қолымыз десем пайғамбар қасымда жоқ екен дейді. Сөйтіп қарасам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тұрып түнгі тахажжуд намазын оқып жатыр екен дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аяқтары ісіп кеткен күйде болған. Сөйтіп сұрадым дейді, Аллахтың елшісі, Алла тағала сіздің алдыңғы және кейінгілерін кешіріп қойған, неге соншалықты өзіңізді қинап намаз оқисыз деп сұрағанда пайғамбардың жауабы, ей Айша, мен шүкір етуші құлдардан болмаймын ба деп айтқан. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың берген ең үлкен нығметі пайғамбарлық миссиясын толық атқару үшін осылайша көп құлшылыққа бөлген, құлшылыққа көңіл бөлген. Енді Алла тағала айтады, ей Мұхаммед, сен өз-өзіңді қинамай, яғни бір аяғын былай қойып, бір аяғын былай қойып істеу саған қажет емес деп жатыр. Түсінікті болу үшін былай айтсақ болады. Енді сіз мысалы үшін балаңыз бар, балаңызға күнделікті жаңағындай әдебиеттен немесе бір Мұқағали Мақатаев немесе Абайдың өлеңдерін жаттау міндет деп қойдыңыз. Сөйтіп балаңызға күнделікті маған 4 шумақ өлең тапсырасында міндет дедіңіз. Балаңыз соны нәрсені міндет дедіңіз. Сөйтіп балаңыз сіздің айтқанды орындайын деп жаттап шамасы келмей ұйықтап қалады. Шамасы келмей ұйықтап қала береді. Соны сіз үйге кірсеңіз, бөлмесіне кірсеңіз, балаңыздың кітаптың үстінде басып ұйықтатқанын көресіз. Сөзсіз сіздің жүрегіңізде балаңызға мейірімді оянады да, балаңыз ой балам соншалық өзін қинап ұйықтаған жаттағаннан гөрі жат демалмадым ба деп балаңызды жаныңызды ашиды. Тура сол сияқты түсінікті болушы айтып жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соншалықты бұл Аллах тағаланың міндеттеген міндетін, өзінің уақиын, жауапкершілігін сезінгеннен кейін өзін осылайша қинайтын болған. Сөйтіп Алла тағала айтады: "Ма анзална алейкал Құр'ана литашқа", ей Мұхаммед, біз саған Құранды сен бақытсыз болсын деп түсірген жоқпыз дейді. Өйткені көп байқасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соншалық жауапкершілік сезінгеннен, жауапкершілік алғаннан кейін өзін осылайша қинайтын деңгейде болған. Тура сол сияқты Алла тағала Қиямет сүресінде осындай аят айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, құрметті бауырлар, уахи түскен кезде, пайғамбарымыз уахи түскен кезде, Құран аяттары түскен кезде пайғамбарымыз өте қатты ауыр болған екен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уахи түсін бірнеше көрінісі болған.
Алла елшісіне уахи түскен кезде Алла елшісі бір риуаяттарда қоңыраудың дауысы сияқты дауыс шығатын еді, сол кезде уахи қабыл ететін деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уахидің ең ауыр түрі, Алла елшісіне уахи түсіп жатқан кезде Алла елшісі шекесінен тер ағады екен. Кәдімгі андай қыстың күні жұмыс істеген кезде жаңағы тонын киесің, тымақ киесің, жұмыс істеген кезде бүйтіп бұрқырап қан ағады, кешіресіз, тер ағады ғой. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шекесінен тер бөлінетін болған екен. Суық күннің өзінде пайғамбарымыз уахи түскен кезде Алла елшісі осылайша ауыр қабыл еткен екен. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне түскен уахиды жауапкершілігін сезінгеннен кейін түскен уахиды ұмытып қалмау үшін пайғамбар тез айтатын болған. Байқасаңыз кейбір кезде бізде сөз сөйлеген кезде тез айтып жібереміз, өйткені қорқыныш болады да, қазір ойда тұрған нәрсені айтып қалмасам ұмытып қаламын деп. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түскен уахиды ұмытып қалмау үшін, сақтау үшін пайғамбарым тез оқитын болған екен. Алла тағала айтады: ей Мұхаммед, біз саған түсірген Құранды тез оқуға асықпа. Біз саған Құранды сақтаймыз, жаңа саған қайталап береміз, сен ұмытпайсың деп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша жұбатқан. Бұл да, құрметті бауырлар, Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген көңіл бөлуі. Алла елшісін өзін соншалық қинаған кезде Алла тағала өзінің елшісіне: ей Мұхаммед, соншалықты өзіңді қинау қажет емес деп айтқан. Және білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің уахиын жеткізе алмаған кезде өзін қатты жейтін болған. Алла тағала Құранда бірнеше жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы қасиетін айтады. Алла тағала ең бірінші Кәф сүресінде, ертең жұма күні көбісіміз Кәф сүресін оқимыз, сол Кәф сүресінен аят бар. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Мынау араб тілінде فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ деген сөз, ей Мұхаммед, сен өзін жеп қоясың деген аят. Мынау білесіздер ме, кейбір адамдар болады, перфекционист деп жатады бізде, бір істеген ісін шыңына жеткізбегенше қоймайтын адамдар. Бір істейтін болса, ең жоғары деңгейде, ең мықты халге істейтін адамдар болады. Өз табиғаттарынан сондай бір кемелдікке ұмтылатын кісілер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды адамдар дінді қабыл етпейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкелген діннен бет бұратын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзін қатты жеген екен. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ішкі жан дүниесін, состояниесін былай деп жеткізеді: фәләғалләка бахиғу нафсак, ей Мұхаммед, сен өзіңді қатты жейсің. Не үшін десе, аля асарик ин лам юъмин би хазал хадис асафа. Бұл Құранға адамдар бет бұрып иман келтірмейтін болса, ей Мұхаммед, неге сен өзің соншалықты жейсің деп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөгеді. Бұл деген сөз жаңа айтып жатқанымызда, сіздің де жаңа балаңыздың сабаққа соншалық кіріс кетіп, ұйқысын азайтып, тамағын жемей, көшеге шықпай, соншалық сабақ кірісіп кететін болса, айтасыз ғой: балам, өз-өзін соншалық қинаған не? Бар, тамағыңды іш, ұйқың дұрыс болсын, көшеге шығып балалармен ойнап келген соң сабағыңды оқисың деп жанашырлық танытуыңыз мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тура сол сияқты өз-өзін қатты жегеннен кейін Алла тағала сөгеді: ей Мұхаммед, неге сен соншалық өз-өзіңді жеп жатсың? Алла тағала басқа аяттарда: ләста алейхим би мусайтир, ей Мұхаммед, сен оларға адамдар міндеттеп дінге келтірген адам емессің. Сен тек қана ескертушісің, одан басқа еш нәрсе емес. Саған тек қана жеткізу, басқа еш нәрсе емес деп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көп жерде сөгеді. Бірақ Алла елшісінің табиғаты ауыртпашылықты қатты сезінген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір ерекшелігі, құрметті бауырлар, дінді насихаттаған кезде Алла елшісі ең бірінші кезекте кемшілікті өзінен іздеген екен. Біз айтамыз ғой: айттым, өзі қабыл етпейді, мен жеткіздім, болды ғой, өзі біледі деген сияқты сөз айтамыз ғой. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерекшелігі, адамдар дінді қабыл етпесе де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солар үшін өз-өзін сөккен, мен жеткізе алмай жатырмын деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осынша өз-өзін құрбан еткен мысалы, білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұзақ уақыт Мекке дін насихаттап, Меккенің халқы дінге келмегеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Таифқа барады. Таифта негізгі тайпа өмір сүретін сол жерде, оятын Сақиф деген тайпа. Мысалы үшін әрбір жерде өзінің тұрақты адамдар болады ғой. Мысалы үшін егер орталық Қазақстанға баратын болсақ, ол жақта негізгі орналасқан қазақтар арғындар деген сияқты. Мысалы үшін ана жақ баратын болсақ, негізгі қазақтар дулаттар деген сияқты. Әрбір елді мекеннің өзінің көп орналасқан адамдары болады. Сол Таиф қаласының көп деген тайпасы, орналасқан тайпа, ол Сақиф тайпасы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке қаласына жүріп, неге Таифқа барып дін насихаттаған кезде, білесіздер, Таифтың халқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұрып соғып қуып шығады. Бұл бірінші рет орын алады.
Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хунайн соғысынан кейін, яғни Меккені фатх еткеннен кейін қайтадан Таифқа барып дауға түсті дейді. Сол кезде Таифтың халқы қайтадан дінді қабыл етпей қояды. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір айға жуық Таиф қаласын қоршап алады. Сол соғыс болады, қақтығыстар болады. Қақтығыстың салдарынан бірнеше сахаба жан тапсырады. Сол кезде кейбір сахабалар айтады: Аллахтың елшісі, біз соңынан тұрып, осы Сақиф тайпасын тізе бүктіріп, Таифты қолымызға өткізіп, бірақ қайтайық дейді. Сол кезде пайғамбарымыз жоқ дейді, дұға етеді: Аллахым, Сақиф тайпасын және Таифтың халқын дінге алып келші деп пайғамбарымыз дұға етіп кетеді. Пайғамбарым дұға етіп жатыр, байқасаңыздар, екі рет болды уже. Өзінің Меккелік кезінде барды, кейін Мадинаға барып, пайғамбар қуаттанып Меккені фатх еткен, қайтадан барды, бірақ аламайды. Кейін пайғамбарымыз сахабалармен жинап қайтадан Мадинаға қайтады. Табук жорығынан кейін Аллах тағаланың қалауымен сол Таиф қаласының негізгі тайпасы Сақифтің бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаласы Мадина қаласына келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұғасы қабыл болған көрінісі Сақиф тайпасының бәрі кірген кезде Мұғира ибн Шуба деген сахаба қуанып, олар күтіп алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендер мен қан зиян бергенсіңдер деп оларға беттерінен баспай, пайғамбарымыз олар құрмет көрсетіп, Алла елшісі өз мешіттің қасына олар үшін кәдімгідей палатка құрып береді. Олар палатка жатады, сол жақта азық түліктері бар, ішіп жейтін заттары бар, ұйқылар есі ұйықтайды. Күнде бар пайғамбарымыз сұрақ қояды. Пайғамбарымыз сұрақ қояды: Ей Мұхаммед, мына нәрсе қалай болады? Ей Мұхаммед, мына нәрсе қалай болады? Біздің бүкіл саудамыз бәрі рибаға негізделген, ол бола ма? Пайғамбар болмайды деп айтады. Ей Мұхаммед, намаз оқу міндетті ма? Иә, ол міндетті. Зекет беру міндетті ма? Иә, зекет беру. Пайғамбардың бәрін түсіндіре береді. Тіпті тарихшы ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дін насихаттан соншалық адамдардың сұрақтары көп болғаннан кейін пайғамбарымыз аяғы ауырып кететін болса, бір аяғын қойып, екіншісін көтеріп, бір аяғын қойып, екіншісін көтеріп, осындай күйде болды дейді. Әлгі Сақиф тайпасының барлық сұрақтан жауап береді. Ең соңғы сұрақты айтады: Ей Мұхаммед, білесің, біздің тайпамыз Сақиф тайпасы Лат және Ғузза дейтін пұттарға табынады дейді. Біз дейді бір Аллаға сенеміз, бірақ әлгі пұттар тұра берсе қалай қарайсың деп ұсыныс жасайды. Сол кезде пайғамбарымыз жоқ дейді, сендердің дінге келгеннен кейін пұттардың тұруына болмайды деп пайғамбарымыз түгелдей қиратып, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам зиян берген, Алла елшісін қуып шыққан Таиф қаласы түгелдей исламды қабылдайды. Бұл нені білдіреді, құрметті бауырлар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді насихаттауда өз-өзіне қатал болған. Мен жеткізе алмай жатырмын деп. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі осылай жеген себепті Алла тағала көп аяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: Ей Мұхаммед, өзіңді олайша сөкпе деп көп айтқан болатын. Осылайша егер біз Құран аяттарына мән беретін болсақ, Алла тағала көп жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жұмсақ болуға танытады. Байқасаңыздар, мысалы, кемшілік бізде көп болады ғой негізінде, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмметін сөгіп отқан жоқ, бізбен сіздер сөгіп отқан жоқ, бәлки мен жеткізе алмай жатырмын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең бірінші кезекте өз-өзіне қатты болған екен. Және Алла тағала бұл әрекетіне: Ей Мұхаммед, олай өз-өзіңе қаттылық танытпа деп ескерткен болатын. Және кейбір аяттарда Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жұбаныш сөздерін айтады. Кейбір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дін насихатынан халықтың дінді қабыл етпеген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын тастай салатын кездер болған, үміт үзілетіндей жағдай болған. Алла тағала айтады Құранда: Лақад устухзия русулун мин қаблик. Ей Мұхаммед, сен кейбір кездері өз-өзіңе үмітің үзіліп, халық дінге келмейді деп қолын тастайтын кездерді көріп жатыр дейді. Бірақ сен олайша істеме, сен алдында болған пайғамбарларда үміттерін үзіп, орташа қолдарын тастаған кездер болған. Бірақ Мұхаммед, сен олай істеме деп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осылайша өзінің жұбаныштарын көрсеткен болатын. Енді ең соңғы істермен бүгінгі бөліскім келетін аяттардың бірі, Алла тағала Құранда Тур сүресінде пайғамбарымыз былай деп айтады: Уасбир ли хукми раббик фа иннака би а'юнина. Ей Мұхаммед, сен әрқашанда Раббыңның құзырындасың. Раббың сені әрқашанда өз мейіріміне алуда. Раббың сені әрқашан сақтаушы. Испир аля азахум. Адамдардың саған көрсеткен зиянына сабыр ет. Ей Мұхаммед, біз сені әрқашанда сақтаймыз деп Алла тағала ескерткен болатын. Қарасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, құрметті бауырлар, өте көптеген қастандықтар істелген, саны жетпейді. Әсіресе яхуди тайпалары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтіруге әрекеттер көп істеген.
Кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды шақыртып алып, үйдің төбесіне үлкен тас қойып, сол пайғамбарымыз отырған жерге тас лақтырамыз деген әрекет істеген болатын. Кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдына уланған қойды алып келіп, мына же деп ұсынған болатын. Бірақ әрбір сәтте Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сақтаған. Бұл Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мейіріміне алудың көрінісі. Алла Тағала Құранда айтады: Аллаху яғсимука минан нас. Ей Мұхаммед, Алла сені адамдардан сақтайды дейді. Осы аят түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен, өзінің Алла елшісінің жорыққа баратын кезде, бір жаққа баратын кезде Алла елшісінің күзетшілер болған. Мынау кез келген патшаның немесе бір маңызды тұлғаның қорғап жүретін адамдар болады ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасында күзетшілер болған екен. Осы аят түскен кезде, Аллаху яғсимука минан нас аят түскен кезде пайғамбар айтқан екен, күзетшілер боссыңдар. Алла Тағала мені өзі панасына алатын және қорғайтын жайлы уәде етті, енді сендер боссың деп жүрген. Және осы аят арқылы ғалымдар айтады, осы аят дәлел болады дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашанда адамдардың қолынан қаза таппайтындығына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи адамдардың қолынан қаза таппайтын осы аят дәлел болады дейді. Өйткені Алла Тағала кескін түрде Аллаху яғсимука минан нас, Алла Тағала адамдарын қорғайды деп уәде еткен болатын. Тіпті білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам неде Ухуд соғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұқсайтын сахабаның бірі қайтыс болған кезде мүшриктер тарапынан сөз шығады: Мұхаммед өлді деп, Мұхаммед қайтыс болды деп. Осы сөз тараған кезде кейбір адамдар, сахабалар, Мұхаммед өлген болса, біз не үшін соғысамыз деп, соғыс алаңынан кете бастаған кездер орын алған дейді. Енді пайғамбар қайтыс болды деген сөз адамдардың рухтары сынды деген сөз ғой. Сол кезде ғалымдар түсіндіреді. Алла Тағала аятта түсірген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өз панасына қорғайтындығын. Яғни Алла Тағала ешқашанда пайғамбарды адамдарының қолына өлтіргізбейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз өліммен немесе аурумен басқаспен өлуі мүмкін, бірақ біреу келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға пышақ тығып алып, қанжар тығып, немесе садақ тығып өлтіру дейді мүмкін емес дейді. Уәде етілген, Алла Тағала уәдесі орындалды. Және ғалымдар айтады, бұл дейді Құранның мұғжизасы деп айтады. Қалай мұғжизасы? Мысалы, ешқайсымыз гарантия бере алмаймыз ғой, мен айта алмаймын ғой. Мен мысалы үшін адам өлмейді деп мен айта алмаймын. Ешкім айта алмайды. Кім қалай өлетіні бір Аллаға белгілі. Бірақ Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды адамдардың қолынан қайтыс болмайтынын баяндаған және солай да болған дейді. Және білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұзақ уақыт ауырғаннан кейін дүниеден қайтқан. Бұл да дейді ғалымдарымыз, Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрежесін көтеріп, оған жанашырлық танытып, осылайша жан тапсыратынын айтқан еді дейді. Сол себеп, құрметті бауырлар, біз айтқымыз келетін дүние, Алла Тағала Құранда өте көптеген аяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жұбаныш танытқан кездер көп болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз-өзіне қатты қатал болған кездерінде Алла Тағала сөккен болады. Ей Мұхаммед, өз-өзіңе ондай қатты болма деп. Сол себепті бұл аяттардың бәрі Алла Тағаланың пайғамбарға деген жұбанышының, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деген жанашырлығының көрінісі. Алла Тағала баршамызды пайғамбарға деген махаббатты бас қосып, Алла елшісінің үстіне өтен берік болуын нәсіп етсін. Ахир дауғана инальхамдулиллахи роббил аламин.